Менің YouTube арнама қош келдіңіздер тағы да. Бүгін біз ваннаға байланысты пайдалы кеңеспен бөлісемін. Ол бізде мысалға ванна болады, ваннаның жиегі мынандай қуыс болып қалады. Соған біз мынандай бордюрный лентаны жапсырғанбыз. Сонымыз тозып, клейі ашылып кетіпті. Соны алсақ, бізде мынандай орнына мынандай бордюрдің лентасының клейі қалып қойып жатыр. Соны қалай тазалауға болады? Сонымен біз бұны сылақ жағатын немен қырып алып жатырмыз, бірақ сонда да мынандай клейі қалып қойып жатыр. Соны бұрынғы қалпына келтіретіндей қылып, тап-таза қылатын пайдалы кеңеспен бөліскім келіп тұр сіздермен. Бәрі бұзып кетті. 6-7 жыл болған бірақ. Сонымен бордюрный лентаның клейін кетіретін кәдімгі жидкость лактікі. Соны подушка мақтаға көбірек құйып, соны сүртеміз. Кеттік. Сонымен осылай барлығын тазалап, келесі лентаны жапсыруға дайындаймыз. Мінекей, біз ваннамызды тазалап алдық. Барлық нелерін не қылдық, тазаладық. Бордюрный лентаны сатып алып, дайындап қойғанбыз. Сонымен осыны жапсырамыз қазір. Бізге жан жағы құрғақ болу керек, ваннаның жаны. Оның құрғақ қылу үшін құрғақ шүберек, фен керек. Фенмен кептіріп алып, енді құрғақ шүберекпен әбден мұқият сүртіп алуымыз керек. Чтобы лентамыз ылғал болса, қайтада жабыспай ашылып кетуі мүмкін. Сондықтан құрғақ шүберекпен әбден кептіріп аламыз. Фенмен әбден кептіреміз. Сонымен орнымыз дайын, лентамызды шешеміз, ашып упаковкасынан. Сөйтіп, бұның бір жағында жапсыратын қағазы болады, соны алып тастаймыз. Сол кезде бұл ваннаға жабысатын болады. Сонымен бастаймыз. Ваннаның бір шетінен бастаймыз. Сыртына астындағы қағазын ашып, клейін жаңағы мұқият түрде ашылып кетпеу үшін жаймендеп лентаны жапсыра бастаймыз. Осы шетінен бастадық.
қолымызбен жаймен давить етіп басуымыз керек. Сонымен басынан бастадық. Қолымызбен жай сипалап, сәл күш салып, қаттырақ жабысу үшін жаймендеп сипалап баса береміз. Орта шетіне келген кезде оны жерді кесіп, бұрышқа ыңғайлап келтіреміз. Міне осылай басамыз. Басып, осылай басамыз. Жаймендеп, чтобы арасындағы ауа кетіп қалмау үшін осылай ең шетіне келтіреміз. Астындағы қағазын алып, орнына жабыстырамыз. Қолымызбен міндетті түрде сүртіп, қаттырақ басып, сипалауымыз керек, чтобы ваннаға, кафельге, қабырғадағы жабысып қалуы керек. Сонымен осылай жабыстырылды. Оны қаттырақ бір затпен ағаш дайындап қойғанмын мен. Сол ағашпен қаттырақ басып, әбден жабыстыруға келтіреміз. Сонымен де ыстықтай қаттырақ басуымыз керек. Асықпай барлығын біртіндеп жапсыруымыз керек. Әйтпесе арасына ауа кіріп, ашылып кетуі мүмкін. Феннің көмегімен ағашпен басып, давить етіп арқылы әбден жапсырамыз. Сонымен біз лентамызды, бордюрный лентамызды жапсырдық ваннамыздың жанына. Әдемі болып шыққан сияқты. Өздеріңіз бағасын беріңіздер, көріңіздер. Барлығын ыңғайлы қылып жапсырдық. Менің каналымдағы пайдалы кеңестерім ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар.